иә, мен феминизмді қолдамаймын дейді. Мен білем, Белоруссияда мачество бар. Күйеу балам жастайынан. Феминизмді қолдау үшін көбірек ер адамдар сауатты бола бастау керек. Сәлем достар, біздер араға бір жылдан артық уақыт салып, өз подкастымызды жалғастыруды шештік. Және бізде бүгін керемет сұлу қыздар қонақта. Жалпы болашақта да осы қыздармен жалғастырамыз деген ойдамыз. Бүгінгі тақырып феминизмге арналмақ. Қыздар, сәлем, қош келдіңіздер. Сәлем. Көңіл-күйлерің қалай? Керемет. Күшті. Ең алғашқы сұрақ мындай: феминизм дегенімізді қалай түсінесіздер? Адамгершілік. Адамгершілік. Феминист болу үшін, феминистерді түсіну үшін, сыйлау үшін ондай бір асып бартқан қасиет қажет жоқ. Жай просто адамгершілік болу керек адамда. Яғни феминизм деген не? Феминизм деген әйел адамның құқығын қорғау деген. Сөздің түбірі фемин, латын сөзінен әйел адам. Яғни сен әйел адамның құқығын қорғағанда сен ештеңе кетпейді. Сен просто адамгершілігіңді танытып, просто адам боласың деген сөз деп түсінемін. Яғни ол ырбаңдатып қою да емес, басқа ойнатып қою да емес. Кейбіреулер сөйтіп түсінеді ғой. Менің ойымша ол жай тек әйел адамды сыйлап, сыйластық білдіріп, әйел адамға көмек көрсетіп, әйел адамды түсінісу деп түсінемін мен феминизмді. Ал неге кейбір адамдар сонша қасып болады, сонша қорқады, үркейді, мен оны түсінбеймін. Дұрыс түсінбегесін, оқымағасын, білмегесін шығар деп ойлаймын. Маған енді Құпия ханымға адамгершілік болса, маған адам құқығы, әйелдердің де құқығы деп бөлгім келмейді. Біздер адамзат ретінде қарағым келеді. Мен сол идеяны дәріптеймін былай жүрген кезде. Адамды ұруға болмайды, адамды соғуға болмайды, адамды сыйлау керексің, адаммен дос болу керексің, адамға жақсылық ойлау керек деген сияқты нәрсе. Сондықтан ер адамды ұруға болады, әйел адамды кішкене нұқуға болады деген сияқты емес. Әйелді де ұруға болмайды, еркекті де ұруға болмайды. Демек, адамзаттың арасында сыйластық, солардың басына, өзінің границасына кіріп кетпеу, оларды сыйлау және құқықтық деңгейде тең болу. Яғни жұмыс барысында болсын, үйдегі шаруада болсын, ол елдегі қызмет болсын, бала бағуда болсын, бірдей адам ретінде қарастыру деп. Құл құсатып пайдалануға да болмайды, мал құсатып не істеуге де болмайды. Жұмсауға да болмайды. Адам ретінде болды. Меніңше біз осы феминизм деп қазір мысалға осы подкасттың ертең мысалы шығарылымы болған кезде, тақырыбын көрген кезде адамдардың үркуінен, қорқуынан тыс болғымыз келеді. Мысалға феминизм дегенді естіген кезде, жаңа айтып жатыр ғой, бағдарлама басталмас бұрын, адамдар тек қана площадьқа шығып, қолына плакат ұстап, жаңағы айқайлап жүрген жынды әйелдерді елестетпесе екен деп ойлаймын. Феминизм деген жалпы әйел адамдардың, ең бірінші әйел адамдарды сыйлау, ал одан кейін оның ар жағында екі жыныстың да бірдей құқылы болуы деп ойлаймын. Себебі ешкімнің де құқығы, жаңағы келсем барлығының айтқаны, ешкімнің де құқығы тапталмау керек. Үйде де болсын, жұмыста да болсын, ол манағы қазір енденді көтеріліп жатырған тақырып гендерлік теңдік. Жұмыста әйел адамдардың да басшы қызметіне сайлануы, себебі көбінесе, енді қазір алдағы уақытта әлі айтатын шығармыз, бірақ мысалға жұмыста көп адам неге менеджер болмайды? Әйел адамдар. Себебі ол үйінде мысалға оның жауапкершілігі көбірек, баланы қарау керек, үйдің жұмысын жасау керек, онымен алысып жүрген кезде сенің жұмыста толыққанды өзіңді көрсете алмауыңнан деп мысалға да көрінеді. Сондықтан осы тақырыптарды қозғаған кезде адамдардың күнделікті тұрмысында бір ой салу. Себебі егер біз оны айтпасақ, онда біз жаңағы жануарлардың құқығы сияқты біз оны ойланбаймыз, күнделікті. Айта берген сайын қоғам жайлап
әрбір жаңа ұрпақ келген сайын соны түсіне бастайды. Бірақ ол негативті болмау керек, ол айқайлау емес, мен феминистпін деу емес, манағы шашынды қиып тастаймын, тоқыр шеке болып жүрем, ондай негативті ойлардан алыс болу деп ойлаймын. тоқырғас болғысы келсе өз қақы. Иә, өз қақы, бірақ оны тек біреуге дәлелдеу үшін емес, тек өзіңе ұнағаннан ғана жасау деп. Агрессиямен емес. Иә, агрессиямен емес, негатив. Жұмыс пен бала деген туралы есіме түсіп кетіп жатыр ше. Балдарым құттай болғанда қайта ауырады ғой балдар. Әсіресе біреуден бір емес бірнеше балам болса, бірінен соң бір ортасына уақыт салып. Сосын бірінші үлкен қызым ауырды. Сосын ол қыз ауырғанда мен қалдым. Мен мамасымын, бағуым керек, емдеуім керек, мен қалдым. Үйде отырып шықтым. Сосын енді жұмысқа шығайын жақта екінші қызға ауырып қалды. Енді жұмыстан сұрана берсем, мен не қадірім қалады. Кімге ұнайды ол? Сен бастыққа, бөтен адамға ренжи алмайсың ғой. Мен балам ауырып жатыр, сен мені түсініспей жатсың деп. Ол баланың әкесі бар мысалы үшін да. Сосын енді ол баланың тек қана бір ата-анасы емес, екі ата-анасы бар. Сосын мен күйеуіме айтпаймын ба, мен алдында мен қалдым жұмыстан, енді сен қал деп. Сонда тепе-тең боламыз. Мен күйеуім ол не керек? Я, конечно, деп қалды. Соң, в общем, ана қызбен отыр, сосын ана қызды алып мен поликлиникаға бармаймын, врачқа. Сосын кіріп келіп жатыр. Мана осылай осындай адресіміз осындай, отчетымыз осылай, ауырып келдік деп. Медсестра мен врачтың өздері қандай, мамасы қайда. Жоқ, ана оларға не шаруа мысалы үшін. Мен оны бөтен адаммен жүріп тұрған жоқпын. Туған әкесімен жүріп тұрмын мысалы. Жүріп те тұрған жоқпын, өзі барып тұр. Өз жауапкершілігі бар ата-ана ретінде, да, баласын сүйетін, жақсы көретін ата-ана ретінде, ауырып жатқан баланы врачқа көрсету үшін туған ата-анасы барып тұр, әкесі барып тұр. Жоқ, мамасы қайда деп, мынандай болып, шок болып кәдімгідей бар ғой. Сосын мен ана жерде мен жұмыста отқаным үшін өзімді өзім кінәлі сезінуім керек. Мен бірақ кінәлі сезінген жоқпын шынымен. Мен ондай адамдардан емеспін. Жоқ, менің арым таза. Мен балам бағып шықтым. Үйден қашып кеткен жоқпын. Мен жұмыс жасауға кеттім. Ночной клубқа қыдыру үшін кетіп қалған жоқпын. Мен жұмыс жасауға кеттім, ақша табуға кеттім. Ол ақшаны тапқаннан кейін мен өзіме жоямын, үйіме жоямын, сол балаға жоямын. Соны мен феминизм дегенде мысалы тек қана еркек емес, жалпы біздің қауымда айтамын да, түсінбейді. Бала тусаң тек қана шешесінің жауапкершілігі ретінде көреді де, ол дейтін шешесі дейтін баланы жалғыз туып отқан жоқ қой, тек қана өзі үшін туып отқан жоқ қой. Әрі кетсе на то пошло, ол дейтін баланы туғанда даже өзінің фамилиясын бере алмайды мамасы мысалы үшін. Сен оны туғанда сен өзің тұқымыңды артып отқан жоқсың, сен папасының тұқымын артып отырсың да. Енді сонда қауымның ойынша сен соның бәрін істей керек, сен оны көтеріп шығасың, туасың да, қанша сағат жойып туасың, емізесің, өсіресің. Жоқ, сен бір рет тек қана врачқа апару үшін жоқ, оның папасы емес, мамасы әке жүру керек. Осы жерде бір қызық оқиға есіме түсті, сіздерден сұрай салайыншы ойларыңды. Сендерден болып жатыр. Бізде танымал, республикаға танымал Молдияр деген феминист біздің ұстазымыз бар ғой. Сол кісі осындай ұсыныс айтты. Негізінде дейді, әділетті болу үшін заңға біз мынандай ұсыныс айтуымыз керек дейді. Ол дейді, бала дүниеге келген кезде әкесінің аты мен анасының атынан үзінді алып, немесе екеуінің фамилиясын алып, үзінді алып, бір фамилия беру дейді, тек беру бір. Америкада. Иә, соған қатысты сіздер не ойлайсыңдар? Америкалық фильмдерден көреміз ғой көбіне мысалға там. Сара Джессика Паркер деген сияқты там. Сара әкесінікі, Джессика шешесінікі деген сияқты. Сондай қылып құралса, окей. Бірақ енді маған манағы отчество мен мачествоның идеясы ұнайды. Жалпы мысалға көбісі шешеді, мысалға жалғыз басты ана болуы мүмкін, немесе өзі үшін босанған адам болуы мүмкін, немесе шынымен жағдай сондай болуы мүмкін. Тәрбиелеген өзінің мысалға нағашылары жағының әулетін жалғастырып сол жақта бала болып қалған адамдар көп қой. Не үшін ол жақтың әулетінің тегін алмасқа? Сондай құқық болса дегеніміз ғой. Өткен алдында Қырғызстанда шықты, ондай кейс болды. Мачество жасағысы келді, рұқсат еткен жоқ. Ал бірақ мен білем, Белоруссияда мачество бар мысалға. И тіпті мен сіздерге айтайын, әйелінің фамилиясын алған ер адамдардың саны өсіп жатыр Белоруссияда. Қызықты? Иә, олардың көбісі айтады, енді ол жақта біздің сияқты келін түспейді, оларда күйеу бала келеді ғой.
сол айтады, мен мысалға осы жақты өндіріп отырмын, мен мысалға енемді жақсы көремін, мен әйелімді өте қатты жақсы көремін, мен неге ол фамилияны алмасқа. Олар сондықтан шығар онда. Ондай бар. Жоқ, бірақ үйіне оларда баратын да болып қырын қарайды екен. Бірақ әйелінің фамилиясын өткендерге, бірақ олар айтады, мен еркек ретінде мен әйелінің фамилиясын болғанын қалаймын дейді. И для них это нормально. бірақ бізге ол біртүрлі сияқты. Матин, сен не ойлайсың? Жалпы сен қашан феминист болдың? Жалпы ол былай бірден келген зат емес, ол өмір бойы сен өзің бірақ түсінбей, бірақ сенің ішінде тұрады, себебі сен әйел адам болып өмірге келдің, ол сенімен бірге жүреді, сен андай бір нәрселермен ұнамайтын заттарымен көресің өмірінде, сосын келіспейсің олармен, бірақ түсінбейсің неліктен ол болатын. Сондай сұрақтар басында жинала береді, содан кейін уже кішкене бір есейе бастап, ізденіп бастағанда, сонда тек жауаптарға кересің. И то, бірақ повезло тебе, если сен өзің келсен, оған, мысалы, ізденіп, мысалы, ол сұрақтар саған действительно маңызды болса, кейбіреулерге ол ата-анасының, жаңа қоғамның бүкіл осы ойлары, пікірлері бәрі солай енгізіп кетеді де сол қыздың, и ол өмірді тек қана сол пікірмен көреді, басқасын көрмейді, айырмашылығын білмейді, сол дұрыс деп ойлайды, и тек қана сол бағымен солай жүреді тек қана. Мен өзім сендер сияқты әдеби тілде сөйлей алмаймын, ауызекі қазақша сөйлеймін. Колонизация себебі деп басқа политика қозға жүрген. Оны өзгерте алмаймын әлі. Көп әйелдер деген осы әңгімені қыздар болып кездескенде, отырған кезде міндетті түрде соны көтереді, иә? Себебі көп қоғамдағы көп келіндер, көп әйелдер соның барлығын бастан кешіріп жатыр, иә, негізінде. Бірақ оны тек қана қыздар болып жиналып, осылай кафеге барған кезде бүйтіп жан-жағына қарап алады да, туысқандарынан ешкім отырған жоқ па дейді, сосын сол жерде ғана айтады. Күйеуіміз жоқ кезде. Иә, оны ешкімге естіртпеу керек, сосын оны үйіндегі мысалға аналар айтуы мүмкін, құрсын олай ойлама, айтуға болмайды, феминист деген жаман, оны не істейсің сен деген сияқты. Жоқ, олар бар ғой, өзі де қорқуы мүмкін, жай ғана. Өзі де қорқуы. Мысалы, мен бір қызды феминист деп ойлап жүрдім. Өйткені оның әйел құқығына қатысты, жалпы адам құқығына қатысты, теңдікке қатысты ойы өте әдемі болатын. Сосын тұрдым да мен, сен де біздің хабарға кел, осылай, біздің подкастқа кел түсуге десем, жоқ, мен феминист емеспін ғой дейді. Сосын жігіттер, сен феминист емессің бе деп сұраса, иә, мен феминизмді қолдамаймын дейді. Бірақ өзі әйел теңдігін, яғни өзінің әйелдің құқығын түсінеді де, бірақ міндетті түрде алып келген кезде сөздің өзінен қорқады, атаудан қорқады. Ол синдромның аты бар да еще, pick me girl деп айтылады. Ол да манағы патриархалды қоғамның последствиясы ретінде шыққан нәрсе. Яғни мені таңдасыншы, ол нәрсе не үшін? Манағы енді бұрын күйеуге шықпаған қыз өзінің орнын таба алған жоқ, иә. Қоғамнан өткен жұмыссыз болды, ол білімсіз болды. Сол қорқыныш атадан балаға берілген, әжеден қызға деп айтайық, қызына. Мен таңдалмай қаламау, мен байсыз қаламау деген бір қорқыныш бар да, сондықтан ол жерде отырған ер адамның бәріне жағыну ниетімен айтылатын нәрсе да, ол өзі бейсаналы түрде түсінбей. Бірақ үйіне келіп айтуы мүмкін, бәрібір сен күйеуге тиіп алайын, мен көрсетемін ол күйеуге. Сондықтан ашық айтпайтын адамдардан қорқу керек па? Менің папамның қарындасы бар, иә. Апам ғой, андай билік құрып, бәрін істеп басқарып жүрген жерде бар өзің деген істеткізіп, өмір бақи ақша жасап, сосын несі бар, мәтелі бар еще, күркіден өп естіген, күйеу алам жастайынан деген. Сондай андай, қалай айтсам екен, қайратты, иә, такая болады, бір мощный әйел адамдар болады. Бірақ сол кісіге мысалы үшін сұрасаң, сіз феминистсіз бе деп сұрасаң, қой жоқ, тұрсын қайдағы феминист ұршып түседі бірден, себеп түсінбейді, сөздің мағынасын түсінеді. Олар кішкене ЛГБТ деп ойлайды. Ондайлар көп бар. Немесе ЛГБТ, немесе мен мысалы бұрын
2 жыл бұрын ба біздер қоғамдық бір проект жасап едік қыздармен. И бізде андай бір мақсат болды, қоғамда қандай мәселе сіздің жүрегіңізге жаңағы тиеді, сіздің ойларыңызды уайымдататын. Бізде бәріміз жиналып қалған адамдардың 5-6 адам болды. Ол ең бастысы мәселе қоғамда, ол домашнее насилие, зорлық, да. Сол мәселеден біздер ары қарай зерттеуіміз керек. Біз ол мәселені искоренить, чтобы біз не істей аламыз, тек қана өзіміздің қолымыздан не келетін. Соны терең қайдан шығып жатырған зерттеп бірдеме келіп, ол терең ойлардан именно қайсы сала бізге өзіміз істей аламыз деп, соны келгеніміз жаңа Қытай қыздармен, подростық қыздармен жұмыс жасаймыз, олардың құқықтарын түсіндіреміз. Именно сол уақытта олар кішкене естері бар деген сияқты. И сол кезде олар қалыптасатын кез, сол жерде түсіндіру керек олардың құқықтарын, жаңа өз-өзіне жаңа бір уверенность, да, вот это өзінің сенімін, жақсы көруін, соның бәрін түсіндіретіндей, да, сөйтіп келіп жатырып, сол проектті жасап жатырған кезінде бізде бірінші жаңа не болды, Instagram парақшасын ашып, сонда бүкіл материалдар сонда жазамыз деп, и сон контент-план дегенде құрастырып жатырған кезінде бізде бірінші пост, давайте там буллинг туралы болады дедік, школда қалай кездеседі қыздармен. Сосын давайте екінші пост там жаңағы менструация туралы жазайық дедік. Үшінші пост мындай. Сосын мен айтадым, қыздар, давайте бір пост феминизм туралы жазайық десе, қыздар маған қой жоқ, біз оған қатысты емеспіз ғой, жаңа екі қыз, где-то 2 жас кіші сияқты менен, андай, жоқ, біз ол тақырыпты қозғамайықшы деп, ол бізге қатысты емес қой деп не істеді де, мен түсінбей алдым, в смысле, типа, қалай, неге десем, енді біздер не, осы парақшада матриархат туралы айтып отырамыз ба, не дейді. И мен түсіндім, что оларға информация дұрысымен жеткізі келген. Может быть, бір басқа еркектерден, басқа әйелдерден дұрыс емес келген ол идея, сол ойда қалып қойған. И уже осы сөз сондай триггер болады, да. И это феминизм равно матриархат деп ойлайды, да. Ол қалай сонда әйел одан басыңқырақ болып, да, что ол типа главнее олай болмайды ғой дейді, да. Біз ондай ойды жарияламайықшы дейді, да, маған. Мен айтамын, давайте, қыздар, бүгін расходимся, вы поизучаете дома самостоятельно феминизм, да, и потом приходим деп. Да. И содан кейін қыздар сразу послушались, и ертең келгенде у них такие глаза, во-первых, они были с мешками, потому что они түні кіріп кеткен, оған кірсен негізі, что жақсы ақпарат көп, қазіргі уақытта ақпарат көп, и ішіне кәдімгі кіріп кетіп, анаудан мынау шығып жатыр, и түні бойы оқыды ғой дейді, да, бәрін зерттеп келді, и өзің қыз болғасын ол интересней, да, и это қызығып оқыған ғой, и сон мен дейтін вообще кешегі сөздерім, типа, кешір дейді, да, ол дейтін, прям өмірім ашылып кетті, ол дейді, кәдімде көп нәрсені оқып алдым деп. И соны айтам да, кейбір қыздар да өздері ойлары жаңа феминизмнің нелері теченияларына жақында, бірақ ол бәрін, то, что это все это объединяет, бір мақсат, бір қайдан шыққан, ол даже сен сабақ оқып келдің, да, мысалы, диплом алдың, ол кімнің арқасында сен оны алдың? Қазір киініп отырсың, шашын бойланып отырсың, да, мысалы, кімнің арқасында, да, мындай жаңа проект жасайын деп жатсың, да, бәрімен бірге болып, кімнің арқасында деген сияқты вообще. Қазақ қоғамында қыздардың барлығы бұрыннан бері атқа отырған, қыздардың ұлдарынан кем көріп, атқа отырғызбай, басқа шаруаға араластырмай деген болған жоқ қой. Ол қазақ қоғамында қызды төрге отырғызған. Соның барлығынан біз негізі
тең құқылы феминист ортада болғанымызды білеміз да. Бірақ, иә, түркілердің барлығы. Бірақ совет үкіметі келген кезде не басталды? Мен тап исламизация және совет үкіметінің ықпалынан қазір біз осы қоғамдамыз. Жаңағы микс болған. иә, әйелдердің барлығы сол кезде үйде отырып қалды, көбісі мысалға, иә, ер адамдар жасады мысалға. Сондықтан мне кажется, сол уақыттан басталып кетті кішкене. Жоқ, оның барлығы тарихи ықпалдың барлығы себебі ертеректегі біз мана Мұхтар Әуезовті оқысақ да, мысалға Абай жолын бастап оқысаңыз да, ол жерде Құнанбай қанша қаһарлы болса да, барып бірінші әжесінің несіне қасқабағына қараған, ана жерде тұрған шешесі Ұлжанға барып соның қасқабағына оқып тұрған, иә. Сондықтан әйелдердің құқығы тапталды ол кезде деп айта алмаймын. Құнанбай үнемі анасымен ақылдасатын да, барлық мәселесінде бар. Елді билеп отырса да, барып мамасынан ақыл сұрайтын да. Значит, мамасын ақылды деп есептеген. көшпенді болып жүргенде сен жауласып жүресің, шабысып жүресің. Сен ол жерде ана ауылың, халқыңның тең жартысын сендер тек қана үйде отырасыңдар, болды деп отырысып қоя алмайсың, сен әлі көшіп жүрсің. Ер адамдар мана шайқасқа кетіп қалады, я мана мал жайып кетіп қалады, ауылда болмай қалады. Сен тек қана ер адам жұмысы мынау, тек қана әйел адам жұмысы тек қана мынау деп ондай болған жоқ мүмкіндік сенде. Сен ол кезде сосын әйел адамдар манада атқа отырады, манағы не істейді, атады, мана ауылды қорғайды. Еркектің де әйелдің де орнында жүреді. Соны еркектер мана одан да ауыр жұмыс жасап атады, иә, сол кезде. Сосын мана сен совет үкіметі деп отырғанға мен есіме түсіп отырғаны сол мана жазған адам я Зира, я басқа адам. Сол кісі айтады да, а вот қазақтарды алып күштеп мана не істеп тастағанда, коллективизация алып тастағанда, ана көшпенділіктен алып тастаған кезде, сол кезде бөлініп кетті. Мен бала кезімде үйде ыдыс жуып тұратын. Біздің үйде негізі бір айта алмаймын, бір ер адамдар басқарды деген секілді. Бізде бәрін бөліп жасайтын. Бірақ маған мамам үнемі осылай айтатын да, қоқысты ер адамға төктіруге болмайды деп. Ертең күйеуге шықсаң, қазір айтайын, егер күйеуге шықсаң, қоқысты күйеуіңе төктірме деп айтатын да. Сосын мен ойлайтын, неге ол төксе не болады екен? Бірақ андай сұрамаймын да, сен неге болады деп. Болмайды деп, еркек ол еркек дейді да. Сосын ойлаймын, қоқысты неге болмайды, нені ойлайтынмын да. Сосын бір күні өзім естіп күлкім келеді қазесіме. Мен күйеуге шықсам ертең күйеуіме қоқыс төктірмеймін деп өзім бір жерде сөйлеп отырмын да. Кейін мына нәрсе де болды. Мектеп универде барасың, апайлар саған тиіседі да, сен түсініп тұрасың саған тиісіп тұрғанын, қасыңдағы балаға тиіспейді. Сосын тағы ойлайсың, неге олай деп бар ғой, не үшін менен оның қай жері артық, мынау сабаққа келмей жүрді ғой, бәлең айлап деп, сондай нәрселеріне ойлай бастап, мысалы, неге, қалай деп, мен феминизмге солай келген сияқтым бар ғой. Тағы қасымдағы мысалы ер адамға төр бер деген кезде де неге оған береді, мен сонда не, менің қандай одан кемшілігім бар деген сияқты ойлармен мен феминизмге солай келген сияқтымын өзім. Неге болмайды деп? Енді ол деген еркекті сыйлау жоқ, ұрып емес деп, еркекті сыйлау дейді да. Қоқыс төксе ол абырой түсіп қалады деп. Қоқысты не, мен ба тек қана не істеп отқан, оның қатысы жоқ па не ана қоқысқа ер адамның бірге тұрып отқан. Сен суреттеген нәрсеңнен тағы бір синдром шығады, ішкі мизогиния, әйелдердің өзі әйелдік құбылысқа, әйелге қатысы бар нәрселерді жек көру. Мысалға, андай бір сөз бар ғой, әлемде қанша қан төгіс бар, қанша соғыс болады, қанша адам қатыгездікпен өліп жатыр, бірақ та әлемнің ең жек көретін қаны ол етеккірдің қаны деген нәрсе бар да. Ол былай қарасаңыз, ол өмірдің бастауы, онсыз ешқандай адамзат та дамымайды, ештеңе етпейді. Мен сөйтіп не істеп, баласы бір комментарийда бір еркекке айтамын, ол неден басталды, білмеймін, бірдеңеден басталды. Мана етеккір, менструация туралы. Это на то пошло, сен соның арқасында дүниеге келіп отырсың десем. Керісінше емес па дейді. Етеккір егер болса, манағы, значит, аяғың ауыр емес деген сөз емес пе? Мен айтамын, сен ойланып қарашы. Өмір бойы аяғы ауыр болып жүр. Мен айтамын, сен вообще етеккір болмай қалса, сен қалай етеккілеткі шығады? Қалай сен сен мамаң қалай аяғы ауырлау керек? Мен жаңадан бері ойланып отырғаным, Мадинаның айтқанынан жаңағы барлығының қорқады дегеннен шығатыны.
меніңше феминизмді қолдау үшін көбірек ер адамдар сауатты бола бастау керек. Ол сауаттылық тек қана сабақты, физиканы оқып, олар керемет инженер болуынан емес, олар анатомияны да білу, олар биологияны білу, содан бастап олар ең жақсы жаңағы феминизм сол кезде ғана дамиды. Себебі мысалға мен Еуропада оқып, одан кейін Қазақстанға келген кезде өзімнің Еуропада оқығанымды айтпауға тырысатын себебі естіген сәтте сен Еуропада оқыдың ма, жасың 25-те ма, сен феминистсің ғой дейді маған. Мен бір уақыттары сол феминисттіктен сол үшін кішкене ұялып жүрдім айтуға. Себебі менің Еуропада көргенім, мысалға Англияда айдың күні аманы жай ғана манағы Лондонның көшелерімен жүріп келе жатырмын. И ана жерде бір айғай, каструльдердің дыбыстары ожауды соққан, плакат ұстап алған. Былай ойлап қарағанда, мысалға Англия ең тең құқылы мемлекет барған кезде барлығы көреді оны. Оның енді плюстары да бар, минустары да бар, бірақ ең құқығын қорғалған мемлекет сенің Англия. Бірақ соның өзінде әйелдер ол жақта өте мағынасы зор, бірақ митингтерге шығады, бірақ ол жерде еркектер андай қарсы болып отқан жоқ, еркектер бірге шығып жатыр да. Еркектер айтады, мен тек қана әйелдердің ғана декретке шығуына мысалы қарсымын, мен бірге көмектесу керекпін, мысалы баланы мен де қарау керекпін, барлығы бірдей болу керек деген сияқты жақсы барлығы позитивті түрде шығады. И ол шығып бара жатырған мына колоннаны қасында милиция келетінға мен ойладым, милиция қазір барып ұстап алып мыналарды салып алатын шығар деп ойладым. Мен сол кезде культурный шок деп айтады, culture шок. Сондай болғам негізінде. Бірақ аналар милицияның машиналары, наоборот, оларды қасында сопровождение болып келе жатыр. Қарадым да, мен Африкада тұрып жатырған екенмін деп ойладым мысалға. Ұяласың. Сосын мына жаққа келген кезде ер адамдар саған, сен феминистсің ба деп бастайды. Жалпы оның барлығы меніңше біздер мектеп кезінде мен мысалға ондай сезінген жоқпын. Себебі мысалы ол кезде кезекшілік болды ғой. Біздер кішкентай кезімізден пол жууды үйрендік қой, мысалға мектепте барып, қап-қара балшық болды бар жуасың. Ол кезде мысалға мұғалімдер бізге қыздар қалып пол жуады, ұлдар үйге кете береді деп айтпайтын. Ол кезде ұл қыз қалады, барлығымыз бірге жуып шығамыз. То есть мектепте мен феминистік өзімнің әйелдік құқығымның езіліп жатырғанын, тапталып жатырғанын мысалы көрген жоқпын. Ал қалай мектеп табалдырығынан аттадық, университетке бардық, өзімізбен өзіміз өмір сүрдік, сол кезде басталды. Я вот хотела добавить насчет школы, если ты закончила. Именно вот в школе не всегда это заметно, потому что именно балдар мен қыздар бірге өсетте даже қыздар в основном староста болады. Это уже руководящая должность. Мұғалімдер апайлар, да? Салмақ қыздарға түседі керісінше. Қыздар жүреді, көрініп жүреді, сосын ақша табуға келгенде шоқ. Ну, то есть, если есть такой хейт, да, если есть такой хейт, что женщина типа тупее, почему тогда, когда біздер Қытай кезімізде даже қыздар в основном отличницы, да? Статистика бойынша керісінше ғой, успеваемость девочек намного выше. Барлық салада. И у них там жаңағы жауапкершілік, да, вот эта ответственность, она намного, вот старстылар, да, қыздар, это им будущие президенты, вообще президентки, да, то есть руководители где угодно, потому что вот эти старосты, когда что-то надо организовать мероприятие, то есть доклад, реферат, это любая, это жена, буквально, как девочки в школе себя держат, да, это будущие вообще предприниматели, руководители и так далее. Их знания, да, постоянно намного лучше многих мальчиков. Шынар, өзің қандай сол университетке барған кезде құқығың тапталғанын көрдің? Апайлардың манағы баған жай ғана еркек болған үшін қойғаннан бөлек. Сол да бар. Жалпы универ кезінде қалай, мысалға жиналып алып кухняда, енді студент болғасын, мысалы үйіңнен тамақ келеді, бір нәрсе келеді, сосын жиналып тамақ ішесің. Қазір Европа емес, пока Қазақстанды айтып пока Қазақстан. Сол кезде басталған сияқты әңгімелердің барлығы. Сендер ертең күйеуге шығасыңдар дегеннен басталады әңгіменің барлығы, ертең сен күйеуің бетеді, сосын сөйтеді, сен бала туған кезде мынаның барлығы не үшін керек деген сияқты әңгімеден басталды сол кезде. И сол кезде менің ішімде осы қарсыластық
пайда бола бастады. Ал одан кейін мысалға Қазақстанның университетінің барлығы ондай деп айта алмаймын, себебі Назарбаев университетінде ұлдардың кругозоры қалай ойлары қанша ашық болған сайын ондай әңгімелер аз болады екен. Себебі мысалы Назарбаев университетінде олар сенмен бірге жарысып оқитын ұлдар да, олар сен оқығаннан да көп оқитын. Сондықтан саған ол айта алмайды. Здоровая конкуренция, сен оны даже оның ұл екенін, сенің қыз екенін байқамайсың, себебі сен бірдей дамып келе жатсың да. Шетелге барғанда тіпті байқамайсың. Шетелге барғанда жаңағы әйелім босанды, бірінші 3 ай ол шықты, одан кейінгі 3 ай мен шықтым, одан кейін баланы садикке бердік деген сияқты бөлісу, ол нені ұнатпайды, мысалға тамақ пісіргенде ол ұнатпайды, мен сол үшін тамақ істеймін дейді, мысалы күйеуі айтады. Ал әйелім оның орнына үй тазалағанды ұнатады дейді, сосын мен ол үй тазалайды дейді. Сөйтіп екеуі субботаны бөледі екен, мысалға жұп, бір обычный жұп, субботаны бөледі де екеуі үйдің жұмысын бірге бітіріп тастайды. Андай суббота күні таңертең біз ұқсап, таңертең 6-та бастап алып, кешкі 6-та бітіріп, кешке бүйтіп тұра алмай жатқан әйелді көрмейсің, барлығын бірге бітіреді де, сосын Sunday бранч деп екеуі бірге бранчқа барып рахаттанып отырады. Менің үйімде кімнің қолы бос, сол тамақ пісіреді. Ешкім тамақ пісірген жақсы көрмейді. Осы жерде Ақылбек ханым, бұндай күйеудің қалайсыз, сыры неде? Менің ойымша адам біріншіден мінезі болады өзінің, екіншіден білімділігіне байланысты, сауаттылығына байланысты. Үшіншіден әйел адам айтып білу керек, талап қойып білу керек. Мысалы үшін мен күйеуге шығып жатқан мен қазақи, инноватты, керемет келін болған. Әлі шейін есіме жүрген бәріне 8 жыл бойы күніне 3 рет тамақ пісіріп, 8 жыл бойы күнде мен күйеуіме сөйтіп айқай салып мен бір күн 8 жыл бойына, 8 жыл қатарынан мен күнде 3 рет тамақ пісіремін. Сендер еще жылытпаны жақтыртпайсыңдар, каждый раз жаңа бірдеңе пісіру керек сендерге. Біреуін картошка ұнатпайсыңдар, екіншін горох ұнатпайсыңдар, үшіншін тағы бірдеңе ұнатпайсыңдар, соның бәрін үйлестіруім керек. Өзінше мен оны пісіріп жатқанда ойланып тұрмын, кеше макарон жедік, бүгін макарон уже пісіруге болмайды. Соңғы кезде макарон көп жеп кеттік, үстіне манағы көкөніс қосу керек деп, өзінше енді сауатты болғым келеді. Мен шаршадым деп, жыларман болып, бунт басталып кетті, менде жыларман болып, кәдімгі истерика болды. Мен екеуміз бірдей жұмыс жасаймыз, екеуміз бірдей табамыз ақшаны. Мен де 9-да сабақ деп жұмысқа кетсем, сосын 6-та бітеді, 7-тен кетсе үйге келем, сен де 7-тен кетсе үйге келесің. Сен бірақ диванға жатасың, мен ары қарай кухняда жүруім керек. Мен кухняда бірінші дайындауым керек тамақты. Сосын кем дегенде 1 сағат дайындайсың. Сосын мен оны столға қоюым керек, дастархан жайып. Сосын сендер мен 1 сағат бойы, 1,5-2 сағат бойы пісірген тамағым 5 минуттың ішінде жейсің. Спасибо, было вкусно, есіне тайып тұрасың, мен артынан жинауым керек, бәрін жуып. Сосын кухняның ыдысын жуған соң сен тек қана жуып қоя алмайсың ғой. Қалайдың ішін дұрыстайсың, сосын тряпканы жуасың, сосын барып газовканың бетін сүртесің, сосын барып ваннаға кіресің, раковиналас екен деп оны жуып кетесің, сосын айна ағал-жағал өйтіп-бүйтіп ертеңгі обедін. Соны айттым, сосын ақыр аяғында ең кеш мен жатам, бәрі ұйықтап жатады, пырылдап, мен жүрім әлі салпақтап, даже бетін макияжын сүрткен жоқпын. Мен сөйтіп өкіріп жылап күйеуіме. Өзің күйеуім тыңдады, бірге пісірейік онда деді. Мен осы жерде айтайын ба, бір аргумент, неге вообще феминизм шықты деп, бір жігіттердің мен кәдімгі шынымен де айтқан аргументін естігем. Әйелдер, сендер өздеріңе ұнаған соң жасайсыңдар ғой оны дейді. Сендер қалайсыңдар, қаламасыңдар жасамас едіңдер ғой дейді. Ал ер адамдар солай тәрбиеленген ғой, олар ұнамаса жасамайды. Біздер ұнамаса жасаймыз. Біздер ұнамаса жасаймыз. Күйеуім айтады, енді ол дейді, басында түсінбей отыр ғой енді.
қанша деген қазақ жігіт қой енді Қазақстанда өскен. Соның басында түсінбейді, сөйтеді енді ол қыздарың істейтін жұмыс емес па, сен жақсы көресіңдер тамақ пісіріп дейді. Мен айтамын, ешкім жақсы көрмейді тамақ пісіргенді. Бәрі жек көреді деймін, ешкім жақсы көрмейді тамақ пісіргенді. Даже сен мамаң жек көреді тамақ пісіргенді деймін. Сен мамаң жек көрмесе, ол дейді ана кухнядан қашып кетпесе келін түскен бойда деймін. Да. Соны не айтады, еще бір аргумент ол күйеуінде. Енді әйел адам тамақ пісіреді, ер адам шеге қағады дейді. Сосын мен айтамын, сонда сен кешке келесің 7-тен кете, сосын күнде отырып алып, 1 сағат, 1,5 сағат бойы күнде сен шеге қағып отырасың ба деймін, 1 сағат бойы қағып отырасың ба? Жоқ, енді олай емес қой, енді керек кезде қағамын ғой. Вот видишь, деймін, сен керек кезде бір жылына 1 рет. А кушать надо каждый день. Соны айтамын, 2 жылда 1 рет. А мен күнде, суббота жоқ, воскресенье жоқ, күнде таңертең кешке шейін жұмыстамын ба, жұмыстан келіп жатырмын ба, жұмысқа кетейін деп жатырмын ба, не қанайды, бәріне тамақ пісіруім керек. Еще мен тамақты мен просто пісіре салсам, олар жақтыртпайды, сендер тәтті тамақ су өресіңдер. Еще ол тамақ, с любовью. Сосын ол еще ол тамақ еще пайдалы болу керек, витамин болу керек. Мен оның бәрін оқып, ізденіп, ананың бәрін дайындап, еще күнде отырып ойлануым керек, қандай гарнир істеймін деп. ертеңге не істеймін? Гарнир деген самый ужасный зат қой. Құтыртады мені бар ғой. Айтамын, дос қызыма тұрып айтамын, екеуміз отырып алып, айтамын, күріш, макарон, картошка, күріш, макарон, картошка. Тағы не істеуге болады? Көзім шашып кеттім деп. Сам күйеуім, в общем, 3 күн пісіріп, өзінше андай не болып. Стейк деп па? Мені мана құтқарып жатқан адам болып. Мені қараңдар, мен әйелім мені еркем, мен оны еркелетіп жатырмын. 3 күн пісіріп, сосын ұйықтарда бір күн 3-ші күн ба, 2-ші күн ба ұйықтап барып тұрсың, атып тұрып не болды? Ет шығарғымды кетті. Сол ойымға кірді ма? Мен білем ғой ет шығармаған. Мен көріп тұрмын ғой ет шығарған. Мен демей жүрмін. Енді эксперимент должен быть чистый. Сосын бар. Сосын бір күн отыр, 3-ші күн деген қабағын сүйіп алып. Не болды десем? Ертең не пісіремін деймін. Не пісіруге. Там көрдім ба деймін, welcome to the club, говорю. Мен өмірім осы деймін ғой. Сен ойлайсың, ана бір керемет, бір приключение деп ойлайтын шығарсың, или андай просто пустяк деп ойлайтын шығарсың. А на самом деле оған қанша уақыт кетеді, қанша күш кетеді, жігер кетеді. Сосын, 3-ші күннен кейін аяғым. Сіз не алып келдің, бір дайын тамақ алып. Құрғырды дейсің. Сырттан дайын тамақ алып келдім, жұмыстан келіп тұрып. Сосын кіріп келсем, бүйтіп жүр, көз бақырайып, андай жанталасып жүр, тамақ пісіруге үлгергісі келіп. Сосын мен бүйтіп шығарып жайлап тамақ қойып жатырмын, дайын тамақ. Спасибо деп, рахмет деп. А бұрын мен пісіріп жүргенде әңгіме қандай болды. Ой, қолдан пісіргенге не жетті. Сатып алған тамақ дәмді емес. Өз кішкене жүргеннен кейін. Рубленное мясо деп па, манты. Сон, в общем, не. Қолдан кесу керек манты. Короче, не істеп, жынына тиіп, білмеймін, бірдеңе уақыт пісірді, енді ағылып жүр. Сосын маған қарап қояды, андай, может, қайтқан шығар деп. Досым айтамын, дос қызыма айтамын, негізі қайтуым керек қой, бірақ шамам қайтқым келмейді. Кайф қой деймін. Мен еркектер түсінемін, біреу бірдеңе дайындап қойған күшті емес пе, рахат. Оңай ғой, біреудің келіп дайындап қойған нәрсесіне. Мен маған бәрін не пісірсе де, не пісіріп берсе де күшті көремін, мен бәрін күшті көремін, тек пісірсе болды. Бірақ сосын кішкене жүріп те, сосын ұят болу керек адамда. Осы күн біздер кезектесіп пісіреміз. Феминизмнің бірінші кезеңінде біздің әжелеріміз, аналарымыз деп айтайық, ол кісілер біздің дауыс беруіміз үшін, жалпы біздің осылай отыруымыз үшін күресті, иә. Екінші кезеңде оны 80-ші жылдарда, 70-ші жылдарда олар адам деген ат үшін күресті ғой. Біз сендермен бірге ғылымға үлес қосқымыз келеді, біз сендермен бірге өнерге, мәдениетке, президент боламыз, саясатта араласа аламыз деген секілді. Бірақ менде мынандай ой. Біз Қазақстанда әлі сол екінші кезең үшін күресетін сияқтымыз көбіне. Бірінші кезең ба деп қалам. Өйткені, мысалы, өмірде негізі 3-ші толқын болады. Иә, әлем бойынша, мысалы. Иә, шынар сен оқып келген Англияны айтайықшы, олар 3-ші кезеңге көшті ғой, иә? Олардың барлығы, иә,
және бірақ кейбір елдерден көрем феминизмнің даму шарықтау шегіне жетіп ар жағына минусқа ауысып кетіп жатқан елдерді көрем. Сондықтан мен бүгінгі мысалы хабарға шақырған кезде өзімнің ішімде ойымда ойлайтынмын, нені ең басты жеткізгім келеді мысалға да, ол баланс. Біздер әрбір нәрседен баланс іздеу керекпіз. Біз Қазақстанның деңгейінде әлі де элементарный құқықтарға таласып жатырмыз, бірақ онымызбен біз келесі жыныстың езін шығарып жібермеу керекпіз деп ойлаймын. Себебі еркектің де біз істей алмайтын, біздің қауқарымыз жетпейтін, біздің күшіміз жетпейтін жерлеріміз бар. Ол кезде ер адамдардың жаңағы эмоционалды еместігі, олардың да плюс жақтары басылып тұрады, соны біз сақтап қалу керекпіз. Біз әйелдердің қазір мысалы біз төмендеу тұрсақ, біз осы дұрыс деңгейге жеткізіп, бірақ асып кетпеуімізді де қадағалау керекпіз, да? Асқындырып алмау керекпіз, себебі баланс болу керек. Мысалға, егер мысалға психотравма болса әйел адамда, ол оны басып тастағысы келіп тұрады ертең, мысалға мен феминистпін дейді де, сол негативпен ертең ол басып тастауы мүмкін. Ал мен соны кейбір мысалға Европаның елдерінен байқаймын. Себебі ол тіпті кейбір жаңалықтарды көресің, жаңағы әйелі күйеуін ұрып тастаған деген сияқты, мысалға сондай деңгейге дейін жетіп кеткен мысалға. Ол дұрыс емес деп ойлаймын. Бірақ радикалды феминизмге қатысты көшіп жатырмыз да. Енді Алтынаймен біраз біздер шығарылымдарда айттық. Дәстүрлі ислам мен радикалды исламды қоя алмаймыз. Исламды ол үшін қараламауымыз керек. Сол сияқты феминизмді радикалды феминистер үшін қараламауымыз керек. Бір ой айтайыншы, манағы бізге көбіне енді біздің қазақтың жігіттері болсын, осы ортада жүрген тау халықтарының ұлтын өздеріне үлгі ретінде алады. Кавказдықтар қандай мықты, әйелдері ашса алақанда, жұмша жұдырықтарында, орнынан бір жерге келсек, әйелдер орнынан атып тұрады дейді. Мен сол бір документалды фильм көрдім, настоящее временің түсірген. Шынымен де кавказдықтарда әлі күнге дейін бір жерге әйелдер отырып, ер адамдар кірсе орындарынан тұрады, кейін отырады, әйелдер бөлек, еркектер бөлек. Кейін манағы журналистер зерттейді, не үшін ондай нәрсе, ол тарихи ма, кавказдықтар манағы ұлт болып қалыптасқаннан бері сондай құрмет көрсеткен ба деген сияқты. Сөйтіп зерттей келе мынандай тоқтамға келген екен. Жалпы енді соғыстың адамзаттың өмірін өзгертті да, көп нәрсеге қатысты. Жаугершілік заманда не үшін мысалға бізде манағы әйелдер 90-шы жылдар базарға кетті деген сияқты, еркектер мана жұмыссыз қалды. Сол сияқты екінші дүниежүзілік соғыс, бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде ер адамдарға шахид ретінде қараған екен да. Яғни қазір мен тұрып құрмет көрсетіп қалмасам, бұл кісі қазір 10 күннен кейін соғыстан оралмай қалуы мүмкін. Сондықтан олар ауыл болып, ел болып, қауым болып, ана кісілерге құрмет көрсеткен екен. Сол нәрсе соғыс бітті, бірақ ол құрмет қалды. Бірақ та адамдардың психологиясы біз сондаймыз, енді адамдар жақсы нәрсеге тез үйренеді ғой. Ал патриархалдық қоғамда ол ер адамдардың плюсына айналып кеткен да, сондықтан да айтады, сен әйелсің, сен төменсің деген нәрсе қалыптасып қалған. Сондай бір қызық ақпарат бар. Негізінен осы жерде мына нәрсені айтып кетейікші, біз біршама нәрсенің басын қозғадық, бірақ феминизм дегенде адамдардың одан қорықпауы үшін біз қазір не істеуіміз керек? Оның расында да жай ғана әйелдің құқығы үшін, әйелдің ермен бірдей екендігіне, оның ешқандай эмоциясы жағынан да, білімі жағынан да, ойлау жағынан да сенен төмен еместігін, үйде де түзде де сенімен бірдей екенін түсіндіру үшін біз не істеуіміз керек деп ойлайсыз? Біздің елімізде жаңа феминизм керек емес, олсызда да біз теңбіз деп қыздар. Возможно, ол сөйтіп ойлайды, себебі жаңа айтқандай, что біздер көшпенді болғанда бірге жасадық деп, жаңағы алаш құрғандарды тоже бірге жаңа білім берді қыздарға. То есть ол, возможно, сөйтіп ойлап отыр. И так-то бізде бәрі қыздарды қолға алатыр, жаңағы бірге атқа мініп атыр. И так-то бізде феминизм уже не істеп атыр деп, керек емес деп. Возможно, сол ойдан ойлап тұр, қазір керек емес деп, да? Потому что и так қазір бәрі қыздың бәрі бастық болып атыр, бәрі дауыс беріп, да, мен президент болып атырмын деген сияқты. У каждого бәрінде жаңағы бәрі шүкір деп, потому что ол жаңағы екінші толқынында феминизм қалып қойды. Ол тек қана ойлайды да, что мынан бәрі жеттік, болды жарайды деген сияқты. Минимальный базовый права взяли и все.
ол бірінші ойым келгені. Екінші жаңа школ мен мектеп пен университетті айтқанда біздер бәріміз бірдей болып келе жатырамыз. Мектепте баламен бірге отличник болып бірдей келе жатырамыз, старосты деп та. Университет тоже бүкіл парасын, жаңа бүкіл лекция, сессия бәрін бірге тапсырамыз, дипломдарымыз бірге жаңа мұғалімдер уже көреді да, мысалы, мынау жақсы оқитын қыз, мынау жақсы оқитын бала. Ешкім дым бөлмейді да, мысалы. Ешкім бөлмейді, екеуі бәрі күштетіп келе жатырады да, бірақ университеттен кейін шыққаннан кейін уже басталады жаңа сенің, во-первых, это появляется сен карьеристкісің дейді. Если қазір осыны күштетіп оқып келе жатырдың да, бүкіл білімді алдында, осының бәрі жұмысқа кірсең, и содан кейін жұмыстан күштетіп күшті жұмысшы болып қызмет өсетін болсаң, сен онда карьеристкасың. Онда сен то есть университеттен кейін сені қоғам күтіп тұрады. Өзінің ойларымен, өзінің уже күйеуге шығатын қызды күтіп тұрады қоғам сенен. То есть молодец, оқып алдың, да, окей, типа да, екеуміз бірдейміз ғой деген сияқты. Дипломмен күйеуге дейді ғой ше. Ну да, еще бывает вот это, екі диплом бар, мынау бетке ұстар келін деген сияқты. Ну, то есть, но все равно, то есть, дипломы получила, и все равно идет вот это вот давление, да, қызға, что не надо быть карьеристкой, ты не нравишься парням, да, а ең бастапқы нәрсе, біздің жаңа қыздардың келген өмірге, ол балдарға ұнау, оған күйеуге успешно выйти замуж и жаңа нені жалғастыру. Ұрпақты жалғастыру. Ол ең басты жаңа қыздың мақсаты өмірге келгенде. А бала уже университет бітірді, күшті карьера жасаса, ол дейтін Директор болса, әкім болса, это вообще он молодец. А если жена то же самое сделает женщина после универа, да, мысалы, бүкіл директор, аким и так далее, да, то уже с опаской. С этой женщиной, типа, не стоит связываться. Она карьеристка, она, это, типа... Сен бақытыңды Біз мөлдір екеуміз бір сабақта бірге оқыдық, гендерге қатысты. Сол кезде қыздар негізі магистратураны ең көп оқитын қыздар. Бірақ олар сол магистратурадан кейін бірақ көрінбей қалады. Қызметке барған кезде мен пайызын ұмытып тұрмын. Бірақ ғылымға кетпейді. Ғылымға кетпейді, көбіне олар үйде қалады екен. Бір айтады, мен ертең үйленген кезде әйелім жұмыс жасамайды дейді. Осы жерден басталады. Сосын ертең олар сен феминистсің ғой деп күлетіндер сол жерден басталады да. Сосын айтады, неге десем, себебі мен оны қазір мен жұмыс жасап жатыр, мен оны обеспечивать етемін. Жаңа полностью обеспечивать етемін. Мен айтамын, обеспечить деген сен үшін не десем, ол мен қанша алатынымды білмейтін болады дейді. Зарплатымды мен айтпаймын дейді. Одан кейін ары қарай өте қызық болады. Ақшаны мен ұстаймын, ал оған продуктыға айына 100 мың теңге жарайды ғой дейді. Жаман күлдім, негізі шыны керек. Ол адамдар біздің қоғамда бар, және оны мен мысалға сондай адамдарды естіген кезде мен осы үйдегі зорлық-зомбылық, қыздардың дамымауы, балалардың жетілмеуі дегенді сол кезде ғана түсінемін да, өзекті мәселенің қайдан шығып тұрғанын. Себебі қыздар күйеуге шықпай қалудан қорқады да, сондай адамға күйеуге шығады. Жақсы жұмысы бар ғой, анау иностранный компанияда жасап жатыр екен, шыға салайын деп шығады. Вахтовик екен дейді. Вахтовик екен, ақшаны қырықтап жатыр деп шығады да. Бірақ мен айтамын да, сен өмірдегі жарың, сенің сырласың, өмірлік досың, сенің әйелің да, ол сен адамың да, тіпті сені туған әке-шешеңнен де артық сенімен бірге өмір сүретін адам. Ары қарай келесі өмірге кеткенге дейін сен сол адам қасында сырласың. Мен күйеуіме айтамын, вот сен мен ең жақын адамсың. Сен жоқ шынымен солай. Феминизм қайдан шығады әйелдерде? Мен мысалға, маған жігіттер сондай әңгіме айтып отырған кезде, менде ішімде феминист сол кезде оянады. Сосын мен ойымды білдірсем, сен феминистсің ғой дейді маған. Ал негізі ол әңгімені мен бастамаймын мысалға, да? Феминизм деген тақырыпты қозғағанда мы не можем не упомянуть патриархат дегенді, что есть такая система,
и от него страдают также и девушки, и мальчики тоже. То есть жена оқуды бітіріп келгеннен сен давление у тебя, что должна выйти замуж, да, то есть карьеристка болсан сен жамансың, мама болсан, мама болып, еще и жұмысты тоже үлгеру керексің, либо сен жаман мамасың, но надо отметить, что от патриархата жана балдар тоже өздері де оны білмей тұра, сами страдают. То есть начнем хотя бы с самого базы, что им запрещают плакать, да, ты сильный, хотя есть мужчины, которые физически слабее некоторых женщин. Бүкіл еркектер жұмыс жасап туылмаған, да, что обязательно бір директор болады, обязательно там нефтегазовый и так далее, да, мысалы. И потом, получается, өздері содан зардап шегеді, депрессия и так далее. Ата-аналарын асырағым келеді, әйелімді семьямды асырағым келеді, бұл істей алмай тұрмын. Еще возможно, ол дұрыс жұмыста емес, еще возможно, денсаулығы нашар болып қалды, да, мысалы. Или тағы да өзіне бірақ ол ешкіммен сөйлеспейді, потому что мужчина жыламау керек, ешкіммен әйел құсап жаңағы менде осылай болып жатыр, менде былай деп сөйлеспеу керек. Ол бүкіл проблеманы еще андай решительный должен быть дейді, да. Ол бүкіл проблема еркек решать, он должен уметь решать. Типа женщина, типа ее проблемы это мужчины проблемы, да, а твои проблемы твои проблемы. То есть на одного человека. бірақ олай емес дегенді айта салайықшы, олай емес деген сөзің. Ол патриархатта, ол дұрыс емес. Иә, феминизмде олай емес. Да. Ну, то есть я имею в виду, что мы боремся это же, против патриархата, но когда мы это делаем, мы и вам тоже пользу приносим, освобождая вас от этих вот нож. И ең басында айтып кеткен, феминизм деген не дегенде, ол не только прям про женщину и так далее, а вообще гуманизм, да. Иә, соңында мына нәрсені айтайық, біз шынымен ер адамдар жек көрмейтінбіз да. Бүгінге ол түсінікті болған шығар деп ойлаймын негізі. Қыздар, иә. Ақбөпе мен Мадинаның сөзін жақсылап тыңдаған болсаңыздар, менің қорытындым сол. Феминизм ол тек әйел емес, ер адамдардың да құқығын бір жағынан қорғайды. Егер де олай болатын болса, Қазақстанда ердің де, әйелдің де өмір сүру ұзақтығы 100 жастан асып кететін болады. Ұзақ өмір сүргіңіз келсе деп Ұзақ өмір сүргіңіз келсе, феминизм сөзінен қорықпаңыздар. Қазақтың санын артқыңыз келсе. Феминизм тек қана әйелдер болу керек деген сөз емес, ол ер адамдарда бола алады. Менің айтқым келгені, бүгінгі жалпы барлығымызға рахмет айтқым келеді, ең бірінші, керемет тақырып қозғалды және феминизмді позитивті жағынан алып көрсеткен сияқтымыз, сол өзіміздің ойымызға жеткен сияқтымыз деп ойлаймын. Және мен феминизмді не үшін қолдаймын, себебі ол әйелдің сыйластығын арттыра отырып, еркекті де қолдау. Себебі мен мысалға кейбір жағдайларды көрем, ажырасқан кезде балалары әкесінде қалады, бірақ мысалға заң бойынша кімде бала қалса, сол адам алимент төлеу керек та келесі адамға. Ал бірақ ажырасқан кезде егер еркекте бала қалатын болса, почему-то біздер әйелге кешіреміз, оның алимент төлемейтінін. Бірақ ол кезде мысалға еркектің де құқығы мысалға нетіп тапталып тұр, немесе ажырасқан кезде баланың барлығы көбіне әйелде қалып қоятындығы, ол да меніңше мысалы мүмкін ол да баланы алып қалғысы келеді мысалға. Сондай сияқты өте көп өмірде көптеген мәселелер бар, ерлердің де үні шықпай жатырған мәселелер бар шығар. Сондықтан біз осындай тепе-теңдікті сақтай отырып, біз қоғамдағы дисбаланстан керіп отырамыз. Енді жалпы американдық шоу бар, Тревор Ноаның. Сол жерде бір қызықты шоуды көргем. Неге қазіргі, енді ағылшынша баламасын қазақшаға жеткізсем, неге қазіргі микрофоны бар адамның барлығы подкаст жазып кетті деп. Сол жерде айтады да, бүгін подкастқа келмес бұрын сол қызықты әңгіме есіме түсті де ойладым, біздер өзіміздің ойымызға жете аламыз ба екен деп. Бірақ осы әңгімеден кейін менің білетінім, біз бірінші феминизмнің бірінші тақырыбын біз дұрыс аша білдік. Сондықтан қыздар рахмет көп-көп. Мен қыздар
қыздарға ерекше алғыс айтқым келеді, өйткені біз бүгін түсірілімді жоспарлаған уақыттан 2 сағат кеш бастадық. Және сол үшін сіздер бізге лайк басыңыздар, пікір жазыңыздар, біздің еңбегімізді Репост жасау керексіздер. Иә. Келесі подкастқа шейін аман сау болайық. Осылай бесеуіміз түгел жиналамыз деп ойлаймын. Рахмет, қыздар.